Кейбіреулер әлемге ортақ тіл махаббат десе, біреулер музыка дейді. Ал олардың екеуі де бүгінгі премьера Кармен Сюитада бар. Демек, көрерменнің бәріне бірдей түсінікті болуы тиіс деп ойлаймын. Когда у великой балерины Майи Плисецкой Ұлы балерина Майя Плисецкая Карменнің партиясын ойнағысы келеді. Ал оның қалауын орындауға кубалық балетмейстер Альберто Алонсо кіріседі. Ол Жорж Bizет'нің Кармен операсындағы әуенді алғысы келген еді. Плисецкая композитор Шестаковқа өтініш білдіреді. Ол Bizет'нің ұлылығымен теңесе алмайтынын айтып, бас тартады. Арам Хачатурянға барса, теңдессіз туындыға тиісуге ол да қорқады. Бірақ мәселе оңай шешіле қойған. Жауапкершілікті Плисецкаяның күйеуі Родион Щедрин өз мойнына алып, 20 күнде өңдеп шығады. Ол Bizет'нің операсындағы музыканы алып, оркестрдің құрамын қысқартты. Онысы өте ерекше шыққан. Оркестр тек шертпелі және ормалы 42 аспаптан тұрады. И в кратчайшие сроки, буквально за 20 дней, создал эту партитуру. Сценическая жизнь этого спектакля была непростая. Бұл балеттің сахналық өмірі оңай болған жоқ. Кеңестік сахнаға тасталған үндеудей көрінді. Өйткені ашық сахналар көп еді. Ыстық сезімдер мен эротизм кеңес одағына таңсық саналды ғой. Ал қазір ол әлемнің үздік театрларының теңдессіз игілігіне айналды. Но сейчас этот балет — это просто достояние лучших театральных площадок мира. Әлем жұртшылығының жүрегін жаулаған қойылым бірінші рет астаналық көрерменге ұсынылып жатыр. Айта кету керек, біздің көрерменнің де өзіне тән кірпияздығы бар. Антиклассикалық балетті қабылдауға қалай қарайды екен? Меня вообще поразило то, что... Балет театрының репертуарында ұлттық балеттің саны көп екен. Таң қалдым. Бұл сирек кездесетін жағдай. Это прекрасно. Это большая редкость, кстати говоря. Әртістер ұлттық қимыл қозғалысты классикалық балетпен оңай үйлестіре алады екен. Кармен де сондай синтездік туынды. Тек мұнда ұлттық нақыштың орнына латын америкалық және испандық би элементтері қосылады. Внес эти нюансы и этот стиль. Әркім өзінде барды, не өзіне керек алады ғой, бірақ Карменді сомдаған Айнұр Әбілғазинаның шеберлігі тәнті етті. Қазақ қызының ғана қырық жаны бар дейсіз бе? Кармен де әртүрлі бола алады. Сүйу және сүйікті болу, таңдау және таңдалу, қинау және қиналу. Қыздың жаны кейде сондай құдіретті, кейде сондай шарасыз. Вот лично я не могу каждый день репетировать. Өз басым спектакльге беретін эмоциям мен энергиямның бәрін дайындықта шығармайым. Өткені оның орнын толтыру кейін оңай болмайды. Оның үстіне көңіл-күй мен сезімнің жаттанды болмағаны жақсы. Жаттандылық жасандылық қалып келеді. Ты все отдал. Тәніңмен сөйлемес бұрын оны естіп тыңдап үйрену керек шығар, иә? Иә, ол әрине, ол бірінші очередь, бірінші қатарлы, ол адам өзі сол кейіпкерді айтқан, көрсеткен қимылдарын бәрін өзінің ішінен айту керек. Мен сені жақсы көрем деген қимыл бар, мен сені жақсы көрем деп айтасың. Бірақ та мен оны орындаған кезде аузымен бірінші айтып алам. Жайған тыныш қып, ол көрерменге түсінікті болу үшін. Одан кейін ол айтқаннан кейін сен әр қимылың шын болып көрерменге шынайы болып көрінеді. Ал тәніңіз, мүмкін қолыңыз, аяғыңыз өзіңізге бағынбайтын, сізді тыңдамайтын кездері бола ма? Жоқ. Мына түрлі түсті киімдер бірдеңе білдіретін сияқты, иә? Мағынасын. Не означает ететінін, оны білмеймін. Орысша қосып берме? Бас қаһармандардың
әртүрлі көңіл күйлерін білдіретін, сезімдерін білдіретін бір мағына ретінде берілген түс деп ойлаймын. Бір қызығы махаббат туралы шығармада басты кейіпкер екеу емес. Тіпті үшеу, тіпті төртеу емес. Әр образдың бояуы мен үнін айқын жеткізуде еді балеттің кереметі. Жеткізді. Айтпақшы, әртістердің өзі аспапқа айналған сәттің әсерлісін қараңыз.